бұрын 100 мың теңге табатын едік, сол мезгілде жететін еді. Қазір 500 мың теңге табыс тауып жатырмын, қанша тапсақ та жетпейді деп айтып жатады. Сол жөнінде айтқым келеді бүгін. Мына осы біздер өнімдерді ұсынғанда өнімге ақша жоқ, ақшам жетпей жатыр деп айтып жатқан адамдарды естіп жатамыз. Енді сол кісілерге айтқым келеді. Мысалға, адамдар өздерінің табыстарын әртүрлі жоспарлайды екен. Кейбір адамдар өздерінің табыстары өскенде тамақтарына мән беріп бастайды. Бұрын мысалға кез келген тамақты алатын болса, енді тамақтың дұрысынан, май алатын болса, табиғи кәдімгі дұрыс майды алып, жаңа тамақ пісіретін майларына да мән беріп, кез келген майды алмай, еттің де жақсысынан, дұрысынан алып, солай мән береді екен. Енді бір адамдар болады, олар жаңағы балаларына инвестиция жасап, балалардың оқуына, біліміне, мысалға курстарға беріп, солай етеді екен. Әйел адамдар жағы көбіне өздерінің мына сырт пішініне мән береді, қалай табыс тауып бастайды. Олар жаңағы салондарға барады, кірпіктерін жасатады, қастарын жасатады, тырнақтарын жасатады, киетін киімдерін, бір мысалға кез келген базардан бір нәрседен киім алатын болса, енді жаңа бутиктерден барып, брендовый киімдер киіп, киім киісіне мән беріп бастайды екен де. Ал ер адамдар табыстары жақсарған сайын жақсы көлік, мысалға үйлерін ауыстырып, сондай бір жаңағы өздерінің сатылары болады екен. Әр адамның өзінің бір табысының деңгейі өскен сайын көтеріліп тұратын сатылары болады екен. Бірақ көп адамдарда денсаулыққа деген инвестиция жоқ екен. Сол жаңағы өздерінің бөліп қойған бюджеттерінің ішінен именно денсаулыққа деген жаңағы қарастырылмаған екен. Оны біздер, мен осы компанияда 3 жыл жұмыс жасап жатырмын. Осы 3 жыл ішінде байқағаным, олар балаларының оқуына, өздерінің жаңағы қыдыруына, бір жерлерге баруына, немесе жаңағы тағы да басқа киім киісіне, жүріс-тұрысына, барлығына ақша бөледі екен де, именно денсаулыққа ақша бөлінбей жатады екен. Ал енді мынандай адамдар бар, олардың тұрмыс деңгейі өскен сайын именно денсаулыққа осыншама ақша бөліп қояды екен. Оның ішінде олардың обследованиесі бар, олардың ішетін осы витаминдері бар, және олар осы витаминдердің бағасына қымбат деп қарамайды екен. Олар өйткені білет, қандай да бір аурудың алдын алу, оны емдеуге қарағанда әлде қайда арзанырақ. Өздеріңіз мына Инстаграмнан, ТикТоктан, WhatsApp'тан көріп жүрген шығарсыздар. Әртүрлі адамдар өздерінің еміне ақша сұрап жатады. Сол кездегі бағаны көріп жүрген шығарсыздар. 20 миллион, 25 миллион, 40 миллион, 50 миллионға дейін тіпті ақша жинап жатқан адамдар байқап жүрген шығарсыздар. Енді біздің денсаулығымыз одан да қымбат тұрады негізінде. Бірақ біздер егер сол денсаулықты уақытында күтіп білетін болсақ, енді осындай адамдар бар, өздерінің табыстарының бір бөлігін денсаулыққа арнап, дәрігермен кеңесіп, осы өнімдерді алып ішіп отырған. Деніміз сау болсын. Келесі